жылдығына орай ұлы ақынның өлеңдерін үзінді оқу эстафетасын Шығыс Қазақстан облысы бойынша қазынашылық департаментінен зор қуанышпен қабыл алдым. Құлақтан кіріп ойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілген түрлі ой салар, әнді сүйсе менше сүй. Абай атамыздың өнерін дәріптеу, жүрегі қазақ деп соққан әрбір азаматтың міндеті. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре қылар ішіне сырын сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, білімі мен еңбегін екі жақтап. Қайғы келсе қамықпа, құлап кетпе, қызық келсе қуанып, оңғақ берме, жүрегіңе сүңгіде түбін көздеп, содан тапқан шынасын тастап кетпе. Абай өлеңдерін оқу эстафетасын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар бойынша барлық департаменттеріне жолдаймыз. Жастықтың оты қайдасын, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай, адамның тауып айласын, кісілікті ойламай, қаруын көңіл сайласын, қолға ол түспес ойламай. Махаббат, қызық, кім көрер, оның да дәмін татпаса, бір жола басты кім берер, жанына қайғы батпаса, аямай, жанын дос ерер, жолдастықты аттаса, алдына айдап кім келер, ерінбей жүріп бақпаса. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, нұрын, сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрегі айна, көңілі ояу, сөз тыңдамас ол баяу, өз өнері тұр таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, қайларша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер, қартыңның ойы шартартқан әдеті жеңіп күңгірттер. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адат, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсын, қазақтың келістірер қай баласы. Өлмейтіндер, өлді деуге келмейтіндер, өлең болып өмірлерді тербейтіндер, өмірге келмейтіндер. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын беріліп, ер табылса жарайды, алса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр көңіл ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезінді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр оқпас талантты ғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Моласындай бақсыны